Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге қатпарлы қаттама нан жасап көрсетемін. Бұл нанның ерекшелігі өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Және де видеомның соңында сіздермен осы қаттама нанды пісіруде өзімнің бір құпиямен бөлісетін боламын. Ал мен көп созбай бастаймын. Сіздер менің видеомның соңына дейін тамашалап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер достар. Біздің қаттамамыздың тестасын жасау үшін алдымен бөлме температурасында осындай жылы суымызды құйып алатын боламыз. Оның үстіне 2 ас қасықтай осындай сұйық май құямыз. Тағы да осы қасығымызбен өлшеп майонезімізді салып алатын боламыз. Тұзымызды саламыз және де қасықтың кішкентай ғана ұшымен дрожж салатын боламыз. Дәл солай разрыхительді салып алатын боламыз. Кішкентай ғана ұшымен қостым. Енді осылардың үстіне 4 жұмыртқамызды салып аламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің сұйықтығымыз дайын болғаннан кейін үстіне жаймендеп ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Мінекей қыздар, менің қамырым өте жұмсақ. Енді егер де сіздердің қолдарыңыз жабысып жатса, кішкене май жағып қойсаңыздар болады. Үстін осылай жауып, кішкене демалдыруға бөлме температурасына жарты сағатқа қоямыз. Жарты сағаттан кейін қамырымызды тағы да түсіріп алып, ыдысымыздан бір рет қайырамыз, тағы да 15 минутқа демалдыруға қалдырамыз. Ендігі қамырымыз біздің жақсы демалды. Демалған қамырымызды ыдысымыздан түсіріп алып, бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Өздеріңіз жаюға ыңғайлап, бірнеше бөліктерге бөліп аласыздар. Мен мына жерде 5 бөлікке бөлдім. Егер де сіздердің ыдыстарыңыз кішкентай болып жатса, бұдан да кішкентай бөлікке бөліп жасауға болады. Бөлінген бөліктерімізді осылай думалақ етіп, май жағып, майдың көмегімен қолымызға жабысып жатса, немесе ұн жақсаңыздар да болады. Маған осылай майдың көмегімен өте ыңғайлы. Домалақтанған бөлшектеріміздің әрбір бөлігін осылай кезек-кезек өте жұқа-жұқа етіп жайып алатын боламыз. Жайылған қамырымыздың ортасына май жағамыз. Ал менде майым үйде ет асылған кезде сорпаның беттерінде май шығады ғой, сол майларды мен төкпей осылай қатырып, бір қайнатып, тазартып алып, осындай қаттаманан жасаған кезде пайдаланатын боламын. Себебі сол майдың көмегімен өте дәмді және де қатпарлы болып шығатын болады біздің қаттамамыз. Ал сіздерде ондай май жоқ болатын болса, шедро лето майын пайдалана берсеңіздер болады, немесе кез келген майды қолдансаңыздар болады. Менде көбінесе сол шедро лето майымен өте керемет болып шығады. Енді кезек жайылған қамырымыздың үстіне осылай қолымыздың көмегімен майларымызды барлық шетіне жеткізіп жағып шығатын боламыз. Ал енді ораған кезде қыздар, қамырды орайсыздар бір рет, сосын өздеріңізге оралған күйінде тартып, тағы да орап, тартып, орап сөйтіп істесеңіздер, қамырларыңыз өте қатпарлы болып, жұп-жұқа болып, керемет болып шығатын болады. Енді осы оралған қамырымызды өзіне тағы да осылайынан ораймыз. Одан кейін барып морозилкаға 1 сағатқа қалдыратын боламыз.
Мінекей достар, менде осындай 5 қаттама нанның қамыры шықты. Әрқайсысын орап, майымды жағып, салафаныма салып қойдым. Енді кезек морозилкада 1 сағат ұстаймын. Қаттама нанымыздың қамыры 1 сағаттан кейін жаюға дайын болып шығады. Мінекей достар, қаттама нанымызды мен уже бірінші нанымды жайып тастадым. Енді осыны ең біріншісін мен газдың үстіне сковородкаға пісіріп көргім келіп тұр. Ал мынау екінші қамырымды мен листке салып дайындап қойдым, себебі бұны қазір духовкаға пештің астына пісіретін боламын. Қаттама нандарымыз қайсысына жақсы шығады, мен сіздерге соны видеомның соңында айтатын боламын. Мінекей достар, біздің қаттама нандарымыз дайын болып шықты. Екеуі де қытырлап және де слоеный болып өте әдемі болып шыққан. Бірақ қыздар, екеуінде сковородкаға піскенмен духовкаға піскенде ерекшелік бар екен. Қандай дейсіздер ғой, мынау сковородкаға піскен қаттама нанымыз өте майлы болып шығады екен, ал мынау печкаға піскен нанымыз сухой слоеный болып шығады екен. Сіздерге қандай слоеный ұнайды? Менің өзіме сковородкадағы піскен қаттама нан ұнады, себебі кішкене майлылау болып шығады екен және де өте тәтті. Екеуі де дәмді болып шығады, бірақтан да маған кішкене майлылауы ұнады. Ал екіншісі печкада піскеніміз кішкене сухойлау болып шықты. Ал мен өзіме сковородкадағы піскені қатты ұнады. Егер де сіздердің үйлеріңізде үлкен кісілер майды ұнатпайтын болса, осылай печкаға пісіріп берсеңіздер болады екен, өте керемет қаттама нан болып шығады. Ал үлкен кісілерге осылай сковородкада майлы болған ұнайды екен. Сіздер де міндетті түрде достар дәл осылай жасап көріңіздер. Егер де менің видеом сіздерге ұнаса, міндетті түрде менің каналыма жазылып, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза беріңіздер, мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Ал мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын.